Желтоқсанның 12-сі күні. Түс ауа. Сағат 3-те дүниеге Алаш автономиясы келіп, азан шақырылып, ат қойылды. Алты алаштың баласының басына ақ орда тігіліп, алаш туы көтерілді. Ендігі кезекте қазақ зиялыларының ауыл жұртымен кездесуі. Балам, қазақ не көрмеді? Жоңға шапқыншылығын да көрдік, ашаршылықты да көрдік. Бұдан да өтеріміз, балам. Гүлназ, қыздар білім алар бекен. Қойшай толқын, қыздарға қайдағы білім? Не болыпты? Біз әлі қазақ сабақ оқудан шығармыз. Ей, маған не болды? Суыққа бар әкелді ме? Ата! Сүйінші! Ауылға алаштың арыстары келе жатыр. Әп бәрекелді. Ондай болса тұрып, қарсылау. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мұржақып Дулатұлы ұлдарыңыз мен болам. Көзіңді аш. Оян қазақ көтерір басты. Өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жер кетті, дін нашарлап қаларам боп. Қазағым, енді жату жарамасты. Найзаменен түртсе де, жатырсың қазақ оянбай. Мұнша қалын ұйқыны, бердің ғой бізге оянлай. Уа халайық, Алаш автономиясын райын жеп жатыр. Баршаңыздан қолдауларыңызды сұраймыз. Ей, балам, тоқта. Ертең баяғыдай бай кедей боп бөлініп кетпейміз бе? Жоқ ата. Ондай болса біздің бағдарламамызбен таныстырайық. Заң алдында барлық азаматтар тең, және заңның қорғауын бірдей пайдаланады. Қазақтар әскери қызметті автомилиция қатарында атқаруға міндетті. Ана тілінде жаппай тегін оқыту. Қоныстандырылмай бос жатқан және босап қалған учаскелер байлығы халыққа беріледі. Осындай бағдарламамыз да қалайық. Аға, ал қыздардың білімі не болмақ? Ой, онда бұл сұраққа менің досым және серігім Ахмет Байтұрсынұлы жауап береді. Ассалаумағалейкум. Оқу ордаларының есігі кімге де болса ашық, ақсыз болады. Жұрттың барлығы жаппай бірдей білім алады. Қазақ өз тілінде мектеп пен университет ашады. Ел ішінде кітапханалар ашылады. Және де келешекте қыз балалар бүкілі жаппай дерлік білім алатын болады. Сондықтан да еш алаңдамаңыздар. Әп бәрекелді. Ондай болса батамды берейін. Аллам мені ондасын, Құдайым мені қолдасын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аллам. Ей Асылхан, сенің бір осындайда домбыра тартатын өнерің бар еді ғой. Тартсам тартып берейін. Öyle. Hep bereketli. Yaraysın. Әп бәрекелді. Өткен ғасырдың басында Қызыл империяның қанды қылышы мен зұлмат пиғылы ешкімді аяған жоқ. Осы сұрапыл жылдары басын бәйгеге тіккен ағаларымыздың еңбегі бекер болған жоқ. Арада 74 жыл өткен соң 1991 жылы 16 желтоқсан айында қазақ елі зайырлы, құқықтық, рәміздері, шекарасы, мемлекеттік тілі, әскері бар тәуелсіз мемлекет болды. Қадірменді ағайын, Алаш үкіметінің 105 жылдық мерейтойы құтты болсын. Келе жатқан тәуелсіздік күнімен баршаңызды құттықтаймыз.